Армысыз құрметті көрермен, эфирде дәрігер не айтады бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Әйгерім Шыңғасқызы. Қазір енді карантиндік талаптарға сай емханаларға кіруге рұқсат жоқ, сондықтан бүгінгі сұхбатымызды таза ауада өткізуді жөн көріп отырмыз. Ендеше бүгінгі бағдарламамыздың қонағымен таныс болыңыздар. Құлыбалаева Гүлім Арыстанбекқызы, гастроэнтеролог дәрігер. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Коронавирус дертінен айығып, жазылып шыққан адамдар иіс сезбей қалуына және де тәбеттің жоғалуына шағымданады. Енді осы тәбеттің жоғалуына тоқталсақ, не істеу керек, маман ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Қазір коронавирустың жайылуына байланысты былтырғы байқасаңыз, былтырғы кезде, ең бірінші басталған кезде симптомдардың 80%-ның ішінде ол иіс сезудің жоғалуымен дәм сезудің жоғалуы байқалды. Ал бірақ салыстырмалы түрде биыл ол симптомдар адамдарда көп байқалмайды. Биыл көбіне гастроинтестиналды симптомдар байқалады. Яғни ол дегеніміз жаңағы жүрек айну, іш өту, іш ауыру, тәбеттің жоғалуы сияқты симптомдар байқалады. Ғалымдардың айтуы бойынша бұл симптомдар неге байланысты? Екі түрлі себептерін айтады. Коронавирус ол өзінің штамдарын өзгерткен. Яғни былтырғы коронавирустың штамы мен биылғы штамдары олар екеуі екі түрлі. Екінші оған қосымша вирус қосылған. Яғни mixed инфекция дейді. Оған қосымша гастроинтестиналды интервирусты инфекциялар бар. Басқа да жоғарытыншы жолдан вирусты инфекциялары қосылып, осындай симптомдар тудырып тұр. Енді тәбет төмендеуге келетін болсақ, енді тәбеті төмендеді екен деп бірінші бірден сразу коронавирусты өзінен іздеп, оған ауруға берілудің қажеті жоқ. Ең біріншіден осындай жаңағы үлкен қорқыныштан арылу керек деп ойлаймын. Адам бетін қорқынышқа берілмеу керек. Екіншіден тәбеті жоқ болса да тамақты талғап, яғни кішкене бір рационында құнарлы тамақтарды пайдаланса, ет өнімдерін, көкөністер мен жеміс жидектерді, сүт өнімдерін жақсылап пайдаланатын болса, және үшіншіден ұйқысын дұрыстаса. Яғни ұйқысы дұрыс емес адам, 7-8 сағаттық дұрыс ұйқысы жоқ адам, ол ауруға не дегенмен берілгіш келеді. Коронавирус дерті қайта өршіп тұрған кезде қала тұрғындары иммунитетін қалай көтереді? Сұрастырып көрелік. Эндвидің витамин аламыз, мультивитамин. Соны ішеміз. Қандай пайдасы бар? Пайдасы көп. 120 ішіне таблетка, бүткіл витамин, минералды бар. Бүткіл. Соны ішесіз? Соны ішеміз, иә. Витамин ішкенде мен өзім көбінесе шыбат ішем. Міне коронавирусқа қарсы мысалға. Шыбат ішем, анандай магазинде сатып алып неден ішкеннен, постоянно шыбат ішем, шыбат сатып алып ішем. Лимонмен, если симптомдар болса. Чеснок болсын, жуа болсын, нормально тамақтанса, бөтен ештеңе керек емес деп ойлаймын. Сосын сақтанып жүрсе, бөтен ештеңе керек емес. Сол лимон шай ішесің ғой, ауырып тұмаулап қалған кезде. Иммунитет көтеруге тырыспаймын. Өзі нормально, денсаулық. Айран, шыбат, солар. Қазір барлығының қорқынышы бұл әрине коронавирус. Одан сақтану үшін адамдар қазір көп мөлшерде лимон, имбир, балды тұтынады. Жалпы енді бұл қаншалықты дұрыс, денсаулыққа қандай да бір зиянын тигізбей ме? Иә, адамдар енді иммундық жағдайын, иммунитетін көтерем деп лимонды, имбирді, балды көп пайдаланады. Бірақ әр нәрсенің өзінің мөлшері болу керек, барлық затта. Адам мөлшерімен пайдалану керек деп есептеймін. Себебі лимонды көп пайдаланғаннан оның жағымсыз әсері жоқ емес. Көп пайдаланғанда адамның эмалі бұзылады, тістің эмалі құртылады, және ол қышқыл болғандықтан асқазанда егер де бір жасырын ауру немесе қабыну ауру болатын болса, ол міндетті түрде оны өршітіп жібереді, одан сайын асқындырып жібереді. Және лимонның құрамында қант өте көп. Сол себепті қант диабеті немесе бір қант шекермен проблемасы бар адамдарға кішкене мен мөлшерімен пайдаланса екен деймін. Имбирде тоже сондай, зімбір дейді. Ол да асқазан ішек жолдарында қабыну процесін өршітіп жүру мүмкін. Оның жағымсыз әсерлері бар, іш өту, құсу,
сияқты жағымсыз әсерлеріне алып келеді. Ол жаңағы мөлшермен пайдалану керек. Бірақ балдың енді пайдасы өте зор. Оны дейтін сау адамда пайдаланған дұрыс. Таңертең аш қарынға балды пайдаланған дұрыс, бірақ оның тәуліктік мөлшері бар. 100-150 граммнан артық пайдалануға болмайды. Себебі оның калориясы өте жоғары. Дерт өршіп тұрған кезде иммунитетті қалай көтеремін? Бұл қазір екінің бірін мазалайтын сұрақ. Интернеттен оқып, дәріханалардан бат, витаминдерді алып жатырмыз. Енді мұны өздігінен қабылдау қаншалықты дұрыс? Дұрыс айтасыз. Қазір дейтін баттың өршіп тұрған кезеңі, бат деген сол биологиялық активті қоспа. Ол қазір дейтін свободный доступта, ол дейтін барлық жерде сатыла береді, қолдан қолға да сатыла береді. Оны енді ішпей демеймін, өзім ондай қарсылығым жоқ, бірақ белгілі бір фильтрден өткізу керек. Ол мемлекеттік тіркелген болу керек. Биологиялық активті қоспаны тек адам өзінде жоқ, жетіспейтін витаминдерді толықтыру үшін пайдалану керек. Мысалы, батты ол неден алады? Ол табиғи тамақтың құрамындағы витаминдерді олар технологиямен, биотехнологиямен алып, олар таблетка қылып, капсула қылып бізге дайындап әкеледі. Бірақ ол тек қана қосымша витамин ретінде қабылдау керек. Емдік мақсатта емес. Көп адамдардың шатасатын жері осы жерде батты ішеді, емді де осымен жүргізем дейді. Белгілі бір ауруы бар, бірақ батпен емдеймін дейді. Ешқашан бат емдеуге келмейді. Ол тек алдын алу үшін, мысалы, иммунитетті жоғарылату үшін Д витамин, темір препараттарын ішу керек, жаңағы омега-3 майқышқылдарын ішу керек, бірақ олар емдеуге келмейді. Олар тек сіздің жетіспеушілігіңізді толтырады. Қазірде әлем болып осы індетті ауыздықтайтын вакцина жасап мыңдаған ғалымдар қызу жұмыс үстінде. Бұл үміт ұялатады. Дегенмен қандай вакцина немесе дәрі-дәрмек болмасын, аурудан толыққандай айықтырмайды. Бұл жерде адамның иммунитеті маңызды рөл атқарады. Сондықтан дұрыс тамақтануды қолға алу керек. Қазіргі уақытта дүкен сөрелерінде тұнып тұрған қоспалар, консерванттар, бояғыштардан бас тартып, тек табиғи өнімді тұтыну арқылы дұрыс тамақтануды қолға алған жандарға маманнан кеңес. Айта кетейік қоспалар туралы. Олар табиғи тамақтық қоспалар деп атады, пищевые добавки. Олар әртүрлі консерванттар, красителдер, бояғыштар, мысалы, олар тамақты, мысалы, супермаркетке барған кезде, таңдаған кезде Е деген белгімен жазылып тұрады, байқаған боларсыз. Қазір енді ол жаңағы рафинирленген өнім дейді, өңделген өнім, мысалы, йогурттен бастап колбаса, сосиска дейін, жаңа шұжықтарға дейін, ол ішінде барлығы өңделген ол өнім. Ол өнімнің ішіндегі құнарлы жаңағы, қалай айтсам болады, ішінде дәмін келтіру үшін, түсін келтіру үшін, оның жаңағы бұзылмас үшін, оның ұзақ сақталу үшін олар әртүрлі қоспалар қосады. Және ол қоспалардың өзінің белгілері бар. Е деп белгіленеді, ол Европа деген сөзден. Және қасында әр цифралар тұрады. 100, 200, 340 деген сияқты. Ол цифралардың өзінің жаңағы мағыналары бар. Сіз, мысалы, қарапайым адамға, білімі төмендеу адамға ол супермаркетке барып, біріншіден оның бәрін қарап тұру үшін уақыт керек. Мысалы, баламен баратын болсаңыз, екіншіден оған ананың бәрін жаттап алу керек та, қайсы не. Ол енді күнделікті, бірақ әдетке айналады. Соның өзінде де барынша осындай тамақтан бас тартқанды, алыстағанды қалар едім. Себебі оның ішінде жаңағы канцерогенді қоспаларда кездесіп қалуы мүмкін. Канцерогенді дейтін рак қатерлі ісіктің алып келетін қоспалар кездесіп. Олар бәрі, олар табиғи емес, олар жасанды. Және тамақтануға келетін болсақ, тамақтанудың негізгі өзім қазір осы зерттеп жүрмін, үш принципін ұстанып жүрмін. Зерттеп ең бірінші адал тамақтануға. Ол дегеніміз Алла тағаланың тыйым салған тамақтарын қолданбау. Яғни шошқа өнімдерін, өлексенің етін жеу, жыртқыш аң құстардың қан өнімдерін мысалы қолданбауға тыйым салады. Қалған заттың барлығы бізге пайдалы. Осы заттарды пайдаланбасақ, біздің денсаулығымызға пайдалы деген сөз. Неге тыйым салды? Себебі бізге ол зиян. Екінші, ол адекватты тамақтану.
адекватты тамақтану деген біз адам баласы ол топырақтан жаратылдық және біз табиғатқа өзіміз жақынбыз. Біздің жаратылысымыздан жаңағы талда өсетін, жерде өсетін, егін, мысалы мал, жаңағы жайылып жүрген малдың өнімдері, табиғи өнімдердің барлығы бізге пайдалы. Біз соған бейімбіз. Қазір мысалы рафинерленген өнімдер олардың ішіндегі құнарлығын өзгерткенді алып тастағанбыз. Үшінші енді тамақтанудағы тактика осознанное питание дейді. Осознанное питание дейтін енді байқаған шығарсыз, қазір Қазақстанда психология саласы өте қарқынды дамып келе жатыр, Құдайға шүкір. Ол саланың бір пайдасы адам өзінің ішкі жан дүниесіндегі жұмыс жасаса, қайғы қасіретмен, стресспен жұмыс жасаған кезде ол тамақты көп артық пайдаланбайды. Ал егер көп адамдар стрессте, уайымда жүрген адамдар, олар тамақпен басады, стрессті басады да, қалай артық тамақ жеп болғанын өздері байқамайды. Сондықтан бізде семіздік көп. Олар қанша мөлшерде тамақ жеп отқанын білмейді. Қонаққа барған кезде де әр нәрсенің өзінің әдебі бар ғой. Осы ішкі жан дүние мен тәннің үйлесімділігі болған кезде адамның денсаулығын барынша сақтауға болады деп ойлаймын. Мамандар күніне 5 рет тамақтану керек деп жатады. Ал мұның балаларға қатысы бар ма? Және де олардың асқазандары үшін бұл тым ауыр жүктеме емес пе? Негізі бұрыннан келе жатқан сондай қағида бар, адам дейтін жаңағы 5 рет тамақтану керек деп, бірақ қазір ол қағида өзгеріп жатыр. Және сау болсаңыз, деніңіз сау болатын болса, 5 рет тамақтанудың қажеті жоқ. Себебі 3 рет тамақтану адамға жеткілікті. 3 рет таңертеңгі жаңағы тығыз таңғы ас, обедте шамалы сәл кішілеу, кешкі асқа жеңіл кешкі ас, ол қалыпты нәрсе. Және де 5 рет, 6 рет тамақтануды біз қай кезде тағайындаймыз? Ауру бар кезде, асқазан ішек жолдарында ауру бар, және сол ауруды емдеу барысында асқазан ішек жолдарына артық жүктеме салмау үшін, ем жақсы өту үшін тағайындаймыз, бірақ ол өмір бойы емес. Ол диета, емдік диета деп аталады. Ол белгілі бір уақытқа. Тек емдеудің кезінде жақсы болып кеткенше ары қарай ол қайтадан өзінің тамақтануына қайтып келеді. Балаларды да сондай. Балалардың енді тамақтануында енді негізгі психологиялық жағы өте көп. Себебі баланы өзінің сұрағаны бойынша тамақтандыру керек. Оған жаңағы мәжбүрлеп тамақтандыруға болмайды. Оған алдап конфет берем, печенье берем деп алдап тамақтандыруға болмайды. Ол бала түсіну керек. Тамақ ішетін, қарны ашқан уақытта барып, столдың үстіне отырып, отбасымен бірге тамақ ішу, соған дағдыландыру керек. Егер кішкентай кезінен соған дағдыландыратын болса, бала ешқандай жаңағы манипуляциясыз, ешқандай жылаусыз, истерикасыз өзі барып тамақ ішетіндей, өзі қарны ашқан кезде, оған мынандай уақытта мынандай прям ондай қалыптасқан режим жоқ. Гүлім Арыстанбек қызы, енді бүгінгі таңда жиі кездесетін ішек асқазан ауруларына тоқтала кетсеңіз. Асқазан ішек жолдарында ең жиі кездесетін аурулар енді ең бірінші орында тұрған сол цивилизация аурулары дейді ғой. Яғни ол мына қала мәдениетінің дамуына, өркендеуіне байланысты қимыл қозғалыс азайды, тамақтың сапасы төмендеді, жаңа рафинерленген тамақ дейміз, дайын өнім көбейді, айналаның барлығы фастфуд, тез тамақтанатын мысалы орындар. Осыған байланысты жаңағы ауруларда осыған байланысты келе жатыр. Гастроэзофагиальды рефлюксті ауру, созылмалы гастрит, өт жолдарының аурулары, бауырда майдың жинақталуының аурулары, яғни стеатоз деп айтамыз бауырда, ішектің жаңағы нерв-психикалық дедім, психоэмоционалдық жағдайына байланысты, адамдардың өзінің эмоционалдық тұрақсыздығына байланысты ішек тітіркендіру синдромы дейтін бар. Яғни осындай жаңағы ішектің қабыну аурулары және көп кездеседі қазір іш қату, запор деген өте көп кездесетін аурулардың біріне жатады, және сол жөнінде адамдар көп біліңкіремейді, қалай жұмыс істеу керек екенін. Осы аурулар бірінші орында тұрған қазіргі кезде.
Енді бізде қандай да бір ауырсыну пайда болған кезде дәрігерге баруға асықпаймыз. Мысалы, қазір енді ең жиі кездесетін бұл гастрит. Дәрі ішіп жүре береміз. Ал мұның соңы неге әкеп соқтыруы мүмкін? Негізі гастриттің кезінде көбісі ананы іштім, мынаны іштім деп бірінші дәріні ішіп алып, сосын дәрігерге хабарласатын кездер болады. Негізі гастриттің өзінің түрлері бар. Ол бактерияға байланысты гастрит болуы мүмкін, яғни хеликобактер деген бактерия бар, асқазанды зақымдайтын. Екінші жағы рефлюкс гастрит дейтін бар. Екеуі енді қазір жиі кездесіп тұр. Ол рефлюкс гастрит деген өттің асқазанға кері құйылуынан өт жаңағыттың ішінде токсикалық қышқылдар асқазанды зақымдап, сол жерде гастрит болады. Қабыну болады. Бұлардың екеуінің емі екі түрлі. Дәрінің әсерінен болатын гастрит болады. Сол себепті менде гастрит бар екен, сенде де бар екен, сен жазып берген дәрігерге емің маған да келеді екен деген ондай жоқ. Бізде бірақ сондай көп адамдардың арасында менің көршім мынандай ішіпті, мен де ішем деген сияқты тұмалардың арасында да кездеседі. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Дәрігерге не үшін бару керек? Ол жерде не болып жатқанын білу үшін, себебін білу үшін, ол себепті қалай жою білу үшін, әрі қарай не істеймін, қандай дәрі ішемін, қанша уақыт ішемін, содан кейін қашан тексерілемін қайтадан, соны білу үшін ғана бару керек дәрігерге. Бірақ өздігіңізден оған біліміңіз жете бермейді. Ал енді жалпы жылына қанша рет гастроэнтеролог маманына қаралу қажет? Асқазан ішек жолдарымен проблемасы бар адам бұлай жылына бір рет, екі рет қаралып тұрғаны жақсы. Қазір дейтін хеликобактерді айттым. Ол өзінің бірнеше типтері бар. Біреу актив, белсенді түрде язва, эрозия, асқазандағы қабынуға алып келеді гастриттерге. Екінші бір типтері бар. Олар үндемей жатып асқазанды зақымдай береді. Сізде ешқандай симптомдар байқалмайды, бірақ сіздің асқазаныңызда атрофия дейтін бар, асқазанның клеткаларын сөл өндірмейтін жағдайға дейін жеткізеді де, ары қарай ол қатерлі ісікке ауысып кетеді. Адам келген кезде, тексерілген келген кезде уже асқазанында қатерлі ісік болған анықталуы мүмкін. Сол себепті асқазан ішек жолдарында қатерлі ісіктің көп болуына байланысты, әсіресе 50 жастан 45 жастан асқан адамдарда ішек жолдарында ісік, қатерлі ісік өте көп. Запормен, іш қатумен зардап шегетін адамдар үнемі тексеріліп тұру керек. Жылына бір рет кемі. Гүлім Арыстанбекқызы, мен өзімнің сұрақтарыма толыққанды сізден жауап алдым. Тағы да бүгін біздің сұхбатымызға келіскеніңіз үшін алғыс айтамын. Жұмысыңыз табысты, отбасыңыз аман болсын. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, біз осымен бағдарламамыздың бүгінгі санын аяқтаймыз. Әлемді шарпыған індеттен барлығымыз аман болайық.